Қайырлы күн, бүгін сіздермен осылай өте дәмді, өте нәзік, жұмсақ болып шығатын панкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 ыдыс аласыздар, және де ыдыстарыңыз құп-құрғақ болу қажет. Осылай жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызынан жақсылап бөліп аламыз. Сары уыз түсіп кетпеуі қажет. Шым-шым тұз қосып, ақ масса өзінің формасын ұстағанша жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай болып түспеуі қажет. Оны қойып қоямыз. Енді сары уызға 6 ас қасық қантымызды салып, миксерлеп аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сүт және де сұйық майымызды қосамыз. Барлық қажетті заттарды астына жазып кетемін. Бір араластырып жібересіздер де, үстіне ұнымызды қосамыз және де қопсытқышымызды қосамыз. Біркелкі масса болғанша ғана араластырып аламыз. Жасалуы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Осылай біркелкі болғанша ғана араластырасыздар. Енді жаңағы ақ уызымызды алып, біртіндеп бір қасықтан осылай миксерсіз қолымыздың көмегімен араластырасыздар. Осындай консистенцияда шығады бізде масса. Енді табамызды қыздырып, майламаймыз. Осылай өзіңіз қалаған формада пісіріп аламыз. Бетінде осындай көпіршіктер пайда болған кезде екінші жағын алмастырасыздар. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ас болсын. Лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.